Осы жылы ел бойынша айтулы бәйгелер өткені баршаға мәлім. Бірақ көлемді сыйлық отқан ат бәйгелер саусақпен санарлық. Солардың бірі Ақтөбе облысындағы Қобылан Таңатаров. Атақты ат бәйгені іздеп біз бардық. Іңір сәтте межелі мекенге жетіп, атақты бапкердің ауылына түстік. Қобылан Таңатаров тұлпарлардың қазір күтімі келістегенін айтты. Жауапты жігіттер таңның атысы кештің батысы жүйріктердің жем-шөбін беріп, алдағы маусымға дайындықты бастап кетіпті. Ұлы Бағдат кешкі жұмысқа кіріскен. Осылай әрқайсының су ішуін қадағалап отырамыз. Күніне таңертең әбетте кешке бір шелектен ішсе, соның өзі жақсы. Соған қарап, уже түнек сізді өзі келеді су ішуіне байланысты. Кейбіреулері 2 шелек, кейбіреулері жарты шелек іше береді. Ойлап қазір жем беріп бастаймыз, витаминдерімізбен осылай көрсетеміз. Мынау бізде қыста беретін жеміміз жарма деп айтамыз. Кейбіреулер дробленка деп айтады. Қысты күні осындай жейді. Етін көтеріп, күйін көтеруге, ал уже жұмыс басталған кезде сұлыдан беріп осылай басталады. Күніне 2 ковштан осылай. Каждый день 2 ковштан беріп шығамыз. Осылай алғашқы бес атымыздың витаминін дайындап қоямыз. Бізде күндегі беретін аттың күйін көтеру өте жақсы осындай. Құрамында витаминнің бәрі бар, шевинал дейтін көп ат бәйгелер біледі. Осындай каждый день өстіп басып шығамыз. 3-тен 2 штук басып шығамыз. Әр аттың күйіне байланысты басамыз бұны. Және де ньютрацит дейтін витаминіміз. Молочка өте жақсы. Бізде көп аттар бәйген кезінде молочка ұстап қалып сөйтеді, сондайларға арналған. Бұлардан 2 сығамыз. Тек чисто осы 2 атымызға дайындықта жүрген. Және де мұн жақта көрсеткендей лёновый маслоларымыз. Аттың жүнін жылтыратуға, ішегін майлауға өте жақсы. Бұдан ойдан бастайды. Қыста аттың көлік болмауына да өте жақсы осылай. Азғантайдан қосып шығамыз. 50 грамның жобасында осылай. Әратқа әртүрлі қылып. Және де индуранс дейтін кормовой добавкамыз аттың төзімділігіне өте жақсы. Осындай түрлі витаминдерден жасалады. Өстіп әрқайсына жобалап саламыз осылай. Бір қасықтардан. Осылай беріп шығамыз. Және осындай кальций хлор дейтін сүйектің қатаюына российский витаминдеріміз. Және де желатин суставқа жақсы. Осындай каждыйынан беріп шығамыз. Осындай болады. Ішінде өзінің қасығы да болады, дайын күйінде. Осыдан бет көтеріп шығамыз да, каждыйына 2 қасықтан. Сүйегін қатайтуға өте жақсы, және де желатиніміз. Бұны да сомана қасықпен бір қасықтан сап шығамыз. Суставына күшті аттың. Осылай бәрін дайындап болғаннан кейін
әбден араластырып, атымызға беріп бастаймыз. Уже араластырғанда жақсы болады. Өстіп. Осылай. Астауына салып жібереміз. Әбден осылай өзі жеп бастай береді. Қысы мезгілінде киім көтеріп, сүйектерін жақсартып, өте жақсы күш береді. Әдемі қылып, өстіп. Әрқайсысы осылай ойнап жүреді. Кешкі жем беру уақытын сезеді. Морковты әбден жеп болғаннан кейін береміз атқа. Кейбір аттар жей алмайды. Жемен жеуге бұлай қиындық жасайды сөздің ашығында. Қатты ғой дегенмен. Аппетиті өте жақсы. Жей береді бәрін. Осылай жемден жеп болғаннан кейін өстіп морковтан беріп шығамыз. Әбден аттарымызға өстіп күнделіктісін күнде морков дейтін атқа өте жақсы витамин. Енді барша ат белгілері береді, яғни ходовой витаминдеріміз ғой. Живой деп. Осылай аттарымызға бөліп, каждый атты алдына беріп шығамыз. Осылай. Салып шығамыз. Примерно жобалап 2 килограмм сондайлардан береміз ғой. Осылай. Бізде каждый өз уақытымен әрқайсысын уақытпен қадағалап ұстаса, атта өте жақсы болады ғой. Күндегісін алтта суарып, жем бастап, күнде сөйтіп үйретіп бастай береміз. Осылай. Тренировканың уақытында уже созыла береді ол. Примерно 7, 8, 9 кете береді. Осы. Енді алдарыңызды көретін аттарымызды көресіздер енді. Таң қылаң бере Қобылан Атбегінің ат қорасына бардық. Қобылан ағамыздың қорасындағы тұлпарлардың жалпы күтіміне, бабына жауапты 4 азамат бар. Соның бірін көрдіңіздер, Бағдат едіміз. Одан кейін Бақытжан, Жандос, Нысанбек осында қорада тұрған аттардың күтімін келтіреді, бағады, бәйге апарады. Енді осы жүйріктерді жақыннан танимыз, қазір білеміз, қайдан келді, қандай бәйге шапты, барлығын рет-ретімен сіздерге көрсетіп айтып береміз. Қазір менің жанымда осы тұлпарлардың иесі Қобылан ағамыз тұр. Қобылан ағамызды жалпы осы атбегі әлемі, атбегілер қауымы бүкіл Қазақстан таниды, жеткен жетістіктерді аз емес. Аға, енді аты артып сіздің қораңызға келіп қалдық. Бұлай сіздің жүйріктеріңізді бітімін, жалпы түр сипатын көріп тұрмыз. Енді осыларды жақыннан танысақ деген ниет бар. Сіздің рұқсатыңызбен рет-ретімен таныстырсаңыз, қандай жүйрік? Оң жақтан бастай беріңіз. Ал, рұқсат, танысуға. Мынау өзіміздің жақында осы келген, Ресейден келген сатып алған атым 4 жасар тазағанды айғыр. Әлі қазақша ат қойған жоқ, Ресейдің атымен тұр. Бұйырса алдымызда көктемге дайындайын деп отырмыз бәйгеге. Отпан тауға бұйырса түседі ма деген үмітіміз бар. Нақты жасы қазір дөнен ба? Жоқ, нақты жасы қазір 4-тен 5-ке шығады енді. Жақында алдым деп айтып қалдыңыз. Несіне қызықтың? Шабысына ма, жүрісіне ма, қанына ма? Мен оның мүшесіне қызығып алдым бұны. Және өзінің Ресейде де жақсы жетістіктер көрсетіп тұр екен. Шабысы да ұнады. Содан осы тұлпар болады деп өзім ұнатып алдым осы атты. Ресейде енді білуімізше үшқыр бәйге көп шығады. Үшқыр бәйгеден шығып отыр ма? Иә, бұл үшқыр бәйгеге шауып, үшқыр бәйгеден шығып отыр. Қанша шақырымға дейін шапқан? 2400 метрден бірінші келді. Сол 2400 метрге дейін шапқан. Енді ар жағын біздер 2400-ді 10-ға көбейтіп 24 километр қыламыз ғой енді. Орыстар 2400 шапса, біздер 24 шабуымыз керек қой бұны жоқ дегенде.
24-ке дейін шабатын мүмкіндігі бар. Бар. Енді торы қасқа екен, әлі ат қоймағансыз. Құрметті көрермен, көктемде бәйге шығады деп айтып қалды ағамыз. Түрін жаттап алыңыздар, алдағы уақытта ат қойылады екен. Бұл Ақкербез деген өзіміздің былтыр бәйге екі бәйге түсті, екеуінде де екі болып қалды. Өзінің бұйырған бәйгесі сол болды. Бұл да Ресейден келген. 5 жасар айғыр бұл. Қазір енді 6-ға шығады алдымыздағы неде. Көктемде. Бұның да бұйырса осы көктемге дайындық үстінде дайындап жатырмыз. Бұйырса бәйгелерге. 2 рет бәйге осы Әлия Молдағұлованың апамыздың 100 жылдығында Аламаннан топ бәйге түскен, топта екінші болып өтті. Жакейдің сәл қателігі болды. Сол осын тартып отырып өткізді ғой, фиништен ешқандай жіберместен ұстап отырып. Сол 2 ат болып жағаласып осылай өтіп кетті. Бұлай өзі негізі қамшыны сүйетін ат еді, қамшылап шабатын. Қамшы тиген жоқ деп өзінің ходымен өзінің несімен өте шықты бұл жерде. Енді былтыр 5-те болды, 4-те болды, енді биыл 5-ке шығады ғой енді. Бұйырса көктемде бәйгеден көреміз. Бұл да ұшқыр бәйге шапқан ба? Иә, ұшқыр бәйге шапқан Ресейде. Бұл да неде болмаған, тазаған дат, айғыр, ағылшын айғыры. Ресейде ұшқыр бәйгеде болды, ол жақта енді қатты результат көрсете қойған шамалы. Бірақ бізге келіп результат көрсетті. Қазақстанда осы Ақтөбеде 2 бәйге түсті. Екеуінде де 2 болып қалды. Екі қазір заманауи, қазір аттың бәрі шетелден, Ресейден келіп тұрғанда 2-ні алудың өзі оңай емес, оңай емес, 3-тікке кірудің өзі оңай емес. Ресейден емес, құрметті көрермен, соны Еуропадан, Құрама Штаттардан аттар келеді. Солардың барлығы қазір біздің дәстүрлі бәйгеде өнер көрсетіп жүр. Енді бұның тұқымын білесіз бе? Тұқымы ағылшын бұл, тазағанды паспортпен, мен енді ол аттарын жаттай алмайды екенмін, өйткені мен аттарын сол паспортына қарамаймын, мүшесіне қарап таңдаймыз өзіміз, сосын ол жағын көп біліңкіремейді екен. Енді ағылшын тұқымдарының көбісінің арғы атасы Норсон Дансер болмаса Мистер Проспектерге барады ғой. Мистер Проспектерге барады. Солардың тұқымы. Бәрекелді, тіл көз тасқа бәйгілі болсын. Амин. Келесі сол жағымызда тұрған аға, Қаратөбел. Бұл Қаратөбел, бұл да қолтума, өзіміздің осы Ақтөбеде туылған. Бекбол ағамызда нарыш жетін айғыр болған, шетелден келген, сол нарыштың баласы. Осы жақында бір сезонның жабылар уақытында алдында бір ай бұрын, 20 күн бұрын сатып алғанбыз. 6 жасар айғыр. Өзіміз атын бес қоспа деп қойдық. Өйткені бес қоспада атбегі бір інілерімізден сатып алғанбыз. Енді жаман емес, өткенде соңғысы жабылуда Атырау облысы Миялы ауданында үлкен бәйгеде Аламаннан бірінші келді, 25 шақырымды 32 минутта ма аяқтап рекорд көрсетті өзінің скорсын. Қазір енді бұл да бұйырса дайындықта, алдымызда көктемге шығады ма деген енді үмітіміз бар. Бұл енді кішкене еркелеу. Өзіміздің қолтума атымыз Қазақстанда туылған, Ақтөбеде. Осы Ақтөбеде туылған. Қолтума. Ағылшыннан бір мысқал кем емес, енді импорттық аттарға деп айтайықшы. Енді нарыш туралы айтып қалдыңыз ғой, қателеспесек Еуропадан келген айғыр ғой ол. Еуропадан келген айғыр нарыш. Түсі көк болатын, иә? Иә, түсі көк болатын. Осы жерде жергілікті жерде болды, кейіннен кейін оңтүстікке сатылып кетті. Соның тұқымы? Өткенде өзіміздің осы менің бапкерім Жандос деген жігіт бар. Сол аға осы тұлпарды алып алайықшы. Өте қатты ұнап тұр маған. Осы жүйрік тұлпар деп. Сол бапкерімнің таңдауымен, соның қызығуымен алғам. Шатаспаппыз. Аллаға шүкір, шынымен жүйрік екен, жүйріктігін дәлелдеді өзіне ол тұлпар. Болашақта үмітіміз зор осы тұлпардан да. Жақсы, бәйгілі болсын. Ал мынау өзіміздің атаман, енді бұның бәйгісін енді айтып еткізуіміз, халықтың өзі біледі, көрді, бәрі бұл атаманның шабысын, жүрісін бәрі. Биыл 3 бәйге түсті ғой атаман. Үшеуінде де бірінші келді, біреуінде екінші келді, екеуінде бірінші келді. Осы жерде Мөңке би атамыздың астында Аламан бәйгеден 2 болды. Оның алдында Атырауда Конституция күніне орай Аламан бәйгеде 1 болған. Сосын кеше Бекет атаның астында 36 шақырымда 1 болды. Алдымен отырып, алдымен келді. Өздеріңіз куә болдыңыздар оны. Енді атаман туралы құрметті көрермен көп айтуға болады. Біздің ізді келген тұлпарымыз да осы. Маңдайы ашық, арғымақ, енді биылғы жылы жалпы еліміздегі Қазақстандағы ең мықты тұлпарлардың бірі деп ауыз толтырып айтыламыз. Өйткені тек бір ғана бәйгесін мысал ретінде айтсақ болады.
Бекет атаның ас бәйгісінде 36 шақырым көрдіңіздер. Бәйге басталғаннан соңына дейін топты бастап отты, керемет шабыс көрсетті. Қазір көп атбегінің, көп атқұмар азаматтың армандайтын арғымағының бірі. Тіл көзден аман болсын. Атаман туралы әңгіме көп. Біз әрмен қарай басқа жүйріктеріңізді тани берейік. Кейінірек сыртқа шығарып тағы бір көрерміз. Торы. Бұл торы антен деген тұлпарымыз. Антена? Антена аты. 9 жасар. Енді тұқымы бұның араб тұқымды. Араб тұқымы сірә скорс аз болады ғой. Енді төзімділігі, ысыға төзімділігі жақсы болады ұзаққа. Биыл ыссы да осы өзі бір 2 жерге бәйге түсті. Екеуінде де алдымен бірінші келді. Бірінші келді? Иә. Қай бәйгелерде? Осы Шалқар ауданында бір ас болған Шілікті ауылында ата бабаларына. Сол жерде бірінші келді аламан бәйгеден. Жүлдесі? Жүлдесі ақшалай 500 мың теңге ақша ұтып алды. Одан кейін бұны кеше Махатқа апарып күзде қосқанбыз. Күн суықта ағылшын айғырлармен таласып аттармен. Финиште 3 болды. Үшінші келді. Ол жерде жүлдесі 500 мың теңге болды бұның. Жалпы негізі ұзаққа шабатын ат. Ресейде өзі бұл 100 шақырымнан марафоннан бірінші келген ат. Скорость рекорд көрсетіп жүрген өзінің. Сол енді бізді бұны болашақта жорыққа қосамыз ба деген мақсатымыз бар. Сондай ысыда былай енді ағылшын аттармен енді десем, төзімділігі жақсы бұның мықты. Араб болған соң ысыға төзімділігі жақсы болады. Енді антена деп айтып қалдыңыз. Өзіңіз қойдыңыз ба, жоқ әлде құжаттағы аты ма? Жоқ, оны өзім қойдым. Шапқан кезде араб тұқымы болған соң құйрықтарын шаншып шабады. Иә, көтеріп шабады. Кәдімгі сол антенна ұқсап көтеріп кетеді. Машиналардың антендары тұрады, сол ұқсап тұрады артында бүйтіп. Содан антенна деп өзім қойып жіберген атын. Негізі Ресейдегі атын білмейді екенмін шынын айтсам. Жақсы, бәйгілі болсын. Көкдауылыңыз. Бұл Көкдауыл осы Қазақстанға келгенде 2 жыл болды. Былтыр осы Маңғыстауда бір топ бәйгеде 2-ші келген, 1 миллион теңге ұтып жүлдесінде. Бұл Жәнібек деген осы ақтөбелік бауырым жолдас жігітім бар, соның тұлпары. Қазір келесі жылға бұл да бұйырса дайындықта. Ресейден келген таза қанды ағылшын айғыры бұл. Жасы қаншада бұның шамалап? Жасы 5-те болу керек бұның жасы. Бұны енді аламанға қосасыздар ма, жоқ әлде топ бәйге қосасыздар ма? Аламанға түседі бұйырса. Аламаннан. Аламанның тұлпары. Мойындағы дүниеге назар аударайықшы аға. Не үшін салып қойғансыздар? Бұл мойында темір, жаңағы прикус тістеп тұрады ғой, тартынып. Темір тістеп, соны тоқтату үшін салып қойғанымыз ғой. Тартылмасын деп, темір тістемесін деп. Күшен, әйтпесе ауа жытып тұрады да, ішіне қатты тартып күшен. Астаулар жыртып тастайды, тартып тістеп. Соны тартпасын деп қойып қойған дүниеміз ғой. Бұлай аса зияны жоқ, е? Зияны жоқ бұл. Жақсы, қоғаттар қатты жауады. Ерке екен өзі. Ерке болды. Мен нағыз күреңнің өзі екен, дәл өзі екен. Бұл күрең ат Ресейден келген ат. Келгеніне бір 2 жылдай болған. Бір рет осы Ақтөбеде, Оралда жайық жүйрігіне түсіп, сол жерде 3-ші келді, 18 шақырымнан. Әлі қосқан жоқпыз, өткенде бір бәйгеге түскенбіз. Онымен бағжанбай қалды жануардың. Сол келесі жылға деп дайындап отырмыз. Бұл да ағылшын ғой? Бұл да ағылшын, таза қанды ағылшын айғыр. Аламанға ма бұны? Аламан, иә, бұл аламан айғыры. Аламан ат. Жеңіл ат екен, ә? Иә. Қозыкөреңге келе ме? Қозыкөреңге келеді түсі, иә? Қозыкөреңге келеді түсі. Мүшелер де келіп қалады кішкене. Қозыкөреңнің жолын берсін енді. Әмин, айтқандарың берсін. Осы әрі бәйгелерді ұтсын. Тағы бір торы қасқа. Бірінші атқа ұқсайды екен. Бұл құнан торы қасқа. Жаңағы Ресейден келген, биыл қосылған жоқ. Мен де осы маған осы кеше жақында келді. Жәнібек бауырымның құнаны. Бұл да келесі жылы енді 3-ке шығады. Келесі жылы бұйырса көреміз бағын сынап. Дайындыққа енді шығады. Бұлар енді қысқы проездке енді шығып бастайды бұлар. Ат қойылды ма бұған? Бұның орысша аты бар өзінің. Қазақша атын әлі қойған жоқпыз. Биыл құнан бәйге түскен жоқ қой? Биыл құнан бәйге түскен жоқ. Бұйырса енді ақырын көресіздер, ә? Топ бәйге қосып. Маған келге түскен жоқ, бұрын өзінде де түспеген болу керек. Көргенім жоқ болады. Жақсы, бәйгілі болсын.
Мүшесі жақсы екен, бітімі жақсы екен. Жәнібек ағамыздың атын шығарайын деп тұр бұйырса. Мынау жүзген деген байталымыз. Жүзген дейді құрметті көрермен. Жүзген деген өткенде неде бәйгі болып, Миялыда жаңа біздің қара бес қоспа тұлпарымыз Аламаннан бір келгенде бұл топтан екі келді. Сол бірінші бәйгісі түскен бізге келгелі. Бұл да жаңа Жәнібек бауырымның байталы. Бұлай скорысы бәрі жақсы, таза висококровный дейді ғой, жартылай Жоғары қанды ма? Жоғары қанды, иә. Бұйырса келесі жылы бұл да дайындықта тұрған ат, келесі жылға деп. Ат жаман емес, бізге ұнады шабысы. Бапкеріме ұнады, осы ат жақсы ат, тұлпар болады деп. Қанша километрге шапты аға? 15 километрге шапты. Екінші келді. 18 шақырымға келді, екінші келді 18 шақырым болды. Екінші келді. Мойны қалып қойды осылай таласып осы. Ақтөбеде бір отып жүрген құрдасымның бір байталы бар еді. Сол екеуі таласып өтті, бірінің артына бірі тіркесіп. Ол байтал бұрында отып, екі болмай отып жүрген байтал ол, сонымен таласып қалып. Екінші келді, бірінші бәйгісінде. Енді болашағы алда деген үміттеміз бұнда. Осы қорада осы тұрған 9 атымыз дайындап атқан. Әуелі келесі жылы сезонға осы 9 атпен кіреміз бе деп ойлап отырмыз. Қобылан аға міне атаман шықты. Енді әңгімені әрден бастайықшы. Қай уақытта келді сізге, қалай келді, қанша қалдыңыз, қалай дайындадыңыз, барлығын рет-ретімен айта беріңіз. Енді бұл атаман маған осы 2023 жылы келді. 23 жылы осы Қызылорда облысы Сексеуіл өңірінде атбегі жақсы көретін өзімнің ағам бар еді, Қадырберген деген ағамыз. Бірақ енді жұрттар Қадырбек деп таниды. Сол кісінің баласы бар, Мейрамбек деген атбек азамат. Сол Мейрамбек маған осы тұлпарды 23 жылы әкеліп берген. Ағамның атты өзіңіз дайындай беріңіз, өзіңіз қараңыз, өзіңіз бағың. Мен қазір жұмыстамын, өзімнің кәсіптеріммен қолым тиіп жатқан жоқ болған деп. Содан алып келіп, осы біздің қорада тұрды. Сосын 23 жылы осыны біздер бір 2-3 бәйге қосқанбыз. Үшеуінде де, біреуінде 4 болды, біреуінде 3 болды. В общем, жүлделі орындарға ілініп жүрді. Содан сол жылы күзде осы аттың аяғын проблема шығып, аяғынан сіңірі жуандап, содан бұны біз 23 жылы Ресейге жібердік болыпты, 24 жылы. Содан бұл Ресейде жүрген, өзіміздің үйіріміз бар, сол жақта сол үйірге айғырлы себебін сол жаққа жібергенбіз. Сол 25 жылы осы атты кейін өзім осы биыл майда алып келген бір осында жігіттер айғырлыққа сұрап, сатасыз ба, үйірге салайын деп едім деп, сонымен алдырып үйірге салатын болып. Келгеннен кейін ұнамады ма осы айғыр? Қасындағы айғырды алып кетті, осы қалып қойды іште қорада. Негізі сатам деп алып келдіңіз ғой? Негізі айғырға сатып жіберемін деп алып келдім. Қорада жүргеннен биыл менің атымды осы 25-тен бастап Жандос деген ауылдас ініміз ұстады, дайындады, тренерім болды, бапкерім болды. Сол жігіт айтты, аға осы атты дайындайықшы. Сатылмай қалды, содан кейін дайындауға бекіндіңіздер. Сатпауға, уже дайындауға бекіндік. Содан алып, осыны дайындадық өзіміз осы жерде. Содан бір бәйге қосам деп, бұны көрдік, қалай болар екен шабысы. Енді маған шыны керек қорқтым мен бұны аяғынан. Ол дайындыққа қалай болады, шыдас бере ме, шыдас бермей ме болады бұны аяқпен деп. Содан жаңағы бапкерім айтты, оның ештеңесі де жоқ аға, өзіміз бұның да талайын көріп жүрік қой, көрейік не болса да қосып деп. Алланың қалауымен сол дайындап 30 тамыз күні Атырау облысында үлкен мереке болған, бәйге мерекелік. Сол Конституция күні бәйгесінде қосылып, Аламан бәйгеден 25 шақырым күн қатты ыстық болған. 30-дан үстінде ат шапқан, сол кезде алдына қара салмай жалғыз келді, дара келді. Содан кейін біз бұл атқа сенімді болдық, уже аяғына да іште болған жоқ. Бір 2 апта өткеннен кейін осы Ақтөбеде Өңкебе атамыздың асы болып, тағы да сол бәйгеге түсті. Қанша километр? 28 шақырым болды. Ақтөбенің енді кругы өте ауыр ғой, дорожкасы. Осы Қазақстан бойынша ең ауыр дорожканың біреуі. Сол дорожкада екінші келіп қалды. Содан кейін барып демалдырып тастап, 2 апта өткеннен кейін Бекет атаның астына алып бардық қой бәйгеге. Ол бәйгеге барғанда да кішкене аяқтары қызу, қорқып, кішкене дорожкалар қаттылау болып қорқып, сол бапкерлер сол өзінің Жандос өзі білгенін жасап, соны таңертең
ат дайын қосуға болады аға деді. Сол қостық, Алланың қалауымен сол жерде 36 шақырымда бірінші келді ғой. Демек осы Ақтөбеде екінші болды. Иә. Одан кейін Маңғыстауда Бекет атаның 275 жылдық асында бірінші келді. Неге екі болып қалды деген сұрақ туындады ма? Иә, ол негізі ол енді өзіміз жаңағыдай аяғында проблема болған соң бір жағынан бұны қашыруға қорықтық, тек ұстадық та отырдық. Бекет атаның астында өзіңіз көрдіңіз ғой, қашып шапты. Ол кезде сенімді болдық уже. Бұл өткенде аяғында проблемасы бар дегеннен кейін сол отыра бердік, сол өзінің бабымен, өзінің күшімен шапқан жерден барсын. Қаттырақ мұны қазір жіберіп қалса аяғын жұлып кете ма деген қорқыныш болды. Өзінің несімен осы үшінші орында бұйырса болды деген мақсат болды бізде ол жерде. Бұйырғаны болады, енді көреміз осы. Қазір жаңа үштің өзі күш дейді ғой. Ол үш келінсе де болады деп, онымен бағы жанып екіге келді. Иә, Ақтөбеде. Ақтөбеде. Одан кейін атаның асына бардыңыздар. Еліміздің ең мықты деген жүйріктері қатысты. Мамайғара бар, Бақторы бар. Бұған дейін талай автокөлік ұтқан, талай бәйгінің басы болған жүйріктер келді. Қандай ой болды, қандай ниет болды, не ойлап бардыңыздар? Енді бүткіл енді қазір қай-қай бәйгеге барсаңыз да, ауылдан шыққан ат болса да, қай-қай атта ол уже соперник болып есептеледі. Ол жерде Мамайғарада енді мақтады, бәрі де мақтады. Ол жерде түгел жерде қай жерге, тіпті бір ауылдық жерде кішкентай сүндет тойға барсаң да, қай-қай жерден өзінің бір сопернигі шығады. Ол жерде соперникті елемеу ең бірінші жеңілісің болып есептеледі. Ол соперник қай-қай жерде бірақ үмітпен барады, қай-қай адамда атта мен атым қалып қояды деп бармайды, үміттеніп ұтам деп барады. Сол үміттеніп бардық, ұтамыз ау осы бұйырғаны деп. Енді ол да Алланың қалауымен, сосын бір жағынан бағымызға жанып тұрған шығар, сол жерде енді атымыз бірінші келді ғой. Дастархан қатысты, Айтулы қатысты, Айымзада қатысты. Осы батыстың қазір ел аузында жүрген арғымақтары. Қайсысы негізгі бәсекелес болады, қайсысымен жарысуы мүмкін деп ойладыңыз? Енді ол жерде мен шыны керек, мен қай-қайсынан естіген жоқпыз. Мына Қарағандыдан келген бүркіт құрдасымны алып келген тұлпары Бақторы. Сол Бақторымен таласады деген өзіміздің неміз ішкі ойым болды өзімнің жеке. Сол айтқандай сол Бақторымен таласты ғой екеуі. Соңғы айналымға дейін екеуі бірге отырды ғой. Соңғы айналымда сосын кішкене жаңағы бапкерім Ратседан бәйге балаға тапсырма берді. Қозғала бер, енді кідірме деп. Сол қозғалған кезде Бақторы жабысып қалам екен деп қарап едім, жабыспады. Сол жабыспағасын мен уже үмітім оянып бастады, ұтатынын білдім. Айырылмай жабысып кетсе, онда тағы да ойлайсың ғой. Онда таласады қазір, қатты үлкен не болады, мына жерде скорс болады қазір деп. Онымен Бақторы артта созылып қала берді, атамаға шыға берді, содан бастап уже 100-ме қой 99% уже үмітпен отырдым аттың келетініне. Енді бұған дейінгі бәйгелерінде осылай шауып беді. Енді қазір ат бәйгелердің аузында жүрген әңгіменің бірі бәйге басталғаннан топ басында отырды, соңына дейін сол шабыс сақтады. Негізі өзінің әдепкі әдісі осындай ма, жоқ әлде сіздер өздеріңіз арнайы бір тактика құрдыңыздар ма? Жоқ, бұл өзінің бұрыннан әдепкі әдісі алдын ат шығарғысы келмейді, алдын бастап отырады топтың. Бірақ осы соңғы бәйгесінде жеке дара 1 шақырым бұрын келтісе де болады, 1-2 шақырым бұрын келтісе де болады. Бұрындар енді 50 метр артында аттар еріп келетін еді. Осы жолы ол 2 шақырымдай жеке дара келді өзімен өзі. Ешқандай не жоқ. Соңғында уже артына атта ерген жоқ, өзінің еркімен, өзінің күшімен шауып келді ол жерге. Оның сыртында атаман Қазақстанда туған, қолтума, осы Қазақстанның ыстығында, суығында көрген, ыстыққа да шыдайды, суыққа да төзіп береді. Енді тұқымын білсеңіз, тұқымын айтып кетсеңіз, шамалап жасын айтсаңыз да. Бұның енді тұқымы, мен енді естуім бойынша, сол Мейрамбек бауырымның айтуы бойынша, бұл Тараз, Жамбылдан, Луговойдан Егін деген айғырдан баласы деп естідім. Ал шеше жағын білмейді екем. Бірақ енді артынан естідім, Тассайдың қызы деп, шешесі. Енді бұл енді таза Қазақстанның қолтума жылқысы ғой өзіміздің. Енді бұл бізге келген кезде, бұл бізге дейін бұл Арал өңірінде бәйге түскен 1-2 рет. Одан кейін осы бізге келіп түсті. Бұл өте төзімді, ыстыққа да, суыққа да төзімді бұл жергілікті тұқым болған соң. Енді жергілікті тұқымның, мысалға өзіңіз жаңа қораңыздан көрдік, шетелден келген, Ресейден келген тұлпарлар бар.
солармен қандай айырмашылығы бар, қандай ерекшелігі бар? Біз Қазақстанда туған аттың дәл осы атаман секілді жүйріктердің. Енді бұлардың айырмашылығы көп күй талғамайды. Шөкпеде семіре береді бұлар. Бұларға қатты витаминдерді енді көп берсең де болады, бермесең де болады. Бірақ енді берсең жақсы ғой. Былай да өзі қазір осы тұрсыда мысалға бұл уже несін жинап алған. Бір тұрғанына бір ай болды, бір айдың ішінде жалын жинап, уже бұл тренировка дайын тұр қазір уақытта уже. Міне беруге болатындай болып тұр. Сондай қасиеті бар. Ал ағылшын таза шетелден келген ат болса, ол кішкене қыстан өтіп барып оңалып кетеді көп. Бір 2-3 айдан кейін барып. Бәйгеден үстісіне бәйге шапса. Бұл ондай, бұлар олай емес. Бәйге борсықты ұрған сайын семіреді деп, бұлар шапқан сайын семіріп тұр болаттар. Онда сондай қасиеті бар бұлар. Ешқандай күй талғамайды. Жасын білесіз бе шамалап? Жасы, менің естуім бойынша бұның жасы 8-де деп естідім мен. 8 жасар деп. Маған келген кезде ол 5 жасар болып келді. Айғыр деп айтсақ болады, толысқан айғыр деп айтсақ болады. Енді мына сұраққа келейікші, қандай дәрумендер бересіздер, қалай күтесіздер, қалай баптайсыздар? Енді бұны дәруменді, енді бұл аттарға дәрумен міндетті түрде беріледі. Дәруменсіз болмайды. Бұған кәдімгі шетелден келген мюсли, кәдімгі өзіміздің сұлымен араластырып сәбізін береміз, кәдімгі алмамызды береміз, жазда саумал береміз бұған, бие соғып беріп. Сосын шивиналын, педексел, айран ексел, қандай витамин бар атқа керек, железа, темір бәрін қосып жеміне қосып беріп отырамыз. Түгел қаралады, аяқтарының суставтарына да қосып беретін жаңа желатин, кальций қорларын беріп, сөйтіп льонный масло дейді, жаңа жылтыратып үстерін жүндерін тастап сондайларын қосып беріп, түгел дәрумен жеткізіп отырамыз. Өйткені дәрумен жеткесіне олар дайындықта да қайғырмайды да, ол қандай дайындық берсең де көтереді, дәруменін жеп тамағын жегесін. Әлсіреп қалмайды, неше қандай 20-ға, 50 километрге шап 40-қа жүріп келе алысқа. Ол келген кезде сол 40 шақырым жүріп келе жатса да ойнап келе жатады, қайтып келе жатқан кезде ол өйткені толық витаминизациядан өткен, толық бойында күші бар деген сөз ол. Енді дайындығы қалай болады атаманның? Мәселен, бәйге 1 ай қалды делік, 2 ай қалды делік. Атаманды енді бұны дайындаған бапкеріміз, Жандостың ініміз, осыны мен бірінші айтқанымда қосамыз ба деген кезде бәйгеге. Аға тағы да бір кішкене мінейік, бұның 1 айда, бұрын 2 ай мінілген басында, тағы 1 ай мінейікші. Мұна қайтпай тұр семіздігі. Бұл қатты семіріп алып тұр. Содан бұны дайындаға оның өте қиын болды. Көп мінілді, одан кейін тер алғанда да айтады, басқаттар сияқты терде бермейді бұл. Басқаттарды 15-20 минутта тер алсақ болған жоқ дегенде 1 сағат уақыт кетеді бұл атқа. Соны ұстап 1 сағаттай дайын терлетіп, сөйтіп мен бұрындары мен өзім практикамда көрген жоқпын 1 сағат аттан тер алады дегенде. 1 сағатта алып ұстап осын терлетеді осы атты, тер шықпайды деп, тере бермейді деп. Ол енді өзінің шыдамдылығы шығар, қандай шауып келіп, скороспен келіп, ыссы жерге тыққанда да ол демалмай тұра береді. Ол кәдімгі әлі сол қалай тұр, солай тұра береді да, сондай бір қасиет бар бұл аттың. Тынысы кең деп өтеді бұнда жаңа, тынысы кең деп. Жақсы, енді атаман бәйгеден келді. Бүкіл осы батыс өңірінің атағын шығарды. Әуелде Ақтөбе деп жазылды, кейіннен кейін Бейнеудің аты болып шықты. Өзіңіз білесіз, бәріміз білеміз. Жалпы туған жеріңіз Бейнеу. Қазір тұрғылықты жеріңіз осы Ақтөбе. Енді осыны көрермендер түсінікті болу үшін бір түсіндіріп өтсеңіз, жағдай қалай болды, не болды? Мен бұл атты жаздырғанымды Ақтөбе деп жаздырғаным жоқ, негізі Бейнеу деп жаздырған. Бірақ сол қалайда Ақтөбе деп хабарланған, енді мен Ақтөбеде тұрған соң ойлаған шығар, бұл Ақтөбеден келіп тұрды. Жаңа жазған кезде жазып, сосын мен Ақтөбеден келген соң өздерінің урчиксіне Ақтөбе болып кеткен шығар деп өзім ойлаймын. Бірақ мен Бейнеу деп жаздырғам. Сосын бәйге басталған кезде қай жақты болғанда не, мен Бейнеуіне, Ақтөбене бір қазақпыз ғой, бәрімізден өтіп бөлінгім келмейді. Өзімнің енді ешкімнің көңіліне қалғым келмейді. Маңғыстауда жүрсем, Маңғыстаудың атынан қоса беремін. Ақтөбеде жүрсем, Ақтөбенің атынан қоса беремін. Маған ол шыны керек, мен атты өз атымнан да қоспаймын ешқандайды. Ол әңгіме аттың атақ шығаруда емес. Ең самый главный осы атбегілердің арасында өзіңнің ішкі көңілің толық болса болды ғой, атыңа деген сенімділігің. Оған бола біз атың жақсы шапса, атың жақсы шапса болды ол. Мен ол осы күнге дейін Қобыланды бәрі жұрт танитын шығар, бірақ мен өзім Қобыланды деп ат қосып көрген жоқпын, жаздырып тіркетіп. Ат тіркетін жерге. Кейбіреулер тіркеп жібереді, шатасып қателесіп. Енді болады ғой ондай қателіктер. Бұлай енді маған ол
Қобылан деп қосыла ма, басқа деп ағамның атынан да қоса беремін. Қазір дүкеніміздің атынан қосып жүрік, осы Ақтөбеге келгелі өзіміз мына осы ат құралдары, ат нелерін, витаминдерін сататын дүкен ашқанбыз. Сол дүкеніміздің атынан қосамыз. Қоса береміз жан жақта. Ол мен үшін ол маңызды емес, қай жақтан қосылған. Көпшілік күтетін сұрақ, атаман дайындала ма? Алдағы уақытта бәйге қосыла ма? Енді өзіңіз көрдіңіздер ғой міне. Әуелі бір Алла біледі, енді қысқа осы жұмысын жасайды. Енді үмітіміз зор атаманнан. Келесі жылда бәйге түсеміз бе деген үмітіміз бар. Ол әйтеуір атымыз дінаман. Аллаға шүкір, сол бұрын проблема болып Ресейге жібердік, одан келгеннен кейін бірде-бір ондай қатты проблема создавать еткен жоқ. Енді тұяғы өтін тұлпар жоқ, қанаты өтін сұңқар жоқ дейді. Қай-қай тұлпардың да бір міні болады ғой. Арасында бір ақсақ батын кезі болады, арасында ол кетіп қала қояды, емдеп. Жаңағы өткенде сіз бір сұхбаттап отқан кезде бір ағамыз айтқан, аттың оны қай-қай атты да жүйрі орташа атты да қай-қай тренер жүгіртеді. Енді мынандай аяғында ақауы бар атты, сосын жаңағыдай әлсіз атты мықты тренерлер жүгіртеді. Сол енді ол бапкерімізге байланысты енді. Бапкеріміз енді өзі осыны ақсақ кезінде алып жүгіртті ғой дайындап. Енді ар жағында жүгірте ма деген енді өзіміздің ойымыз бар. Негізі атаман қандай қашықтықта өзін жақсы сезінеді? Енді 36-та көрдік, жақсы сезінетін. 20-ның үстіне де қосып көрдіңіз. Бұның негізгі қашықтығы қандай болуы мүмкін? Енді мен өзімнің пайымдауымша 31-ден жоғары шапқан жақсы деп ойлаймын өзім. 31 шақырымнан жоғары 50 шақырымға дейін бәйге болса, ол өзі атаманның сол өзінің скорысы, сол шабатын жері ма деп өзім ойлаймын. 25-ке де шабады ғой, бірақ енді дейді тұрғанмен әйтеуір өзіне толық мүмкіншілігі 31 шақырым ғой, жоғары деп ойлаймын, 31-ден жоғары қарай ұтуына. Осы уақытқа дейін, құрметті көрермен, жілік деп айтсақ болады, 20 жылға жуықтады Қобылан ағамыз осы аттың жанында жүр. Егер біз қателеспесек, 100-дің үстінде автокөлік отқан. Осылай айтсақ бола ма? Болады. Ешқандай несі жоқ. Мен де жүлдемді ақшалай біреулер санап жазып қояды екен. Мен енді соны әлі кестіре алмай жүрмін. Тіпті көзіміз білмеймін. Біреулерден кейбіреулер айтып отырады. Алдында ана жерде ұттыңыз ғой, мына жерде ат қостыңыз ғой деп. Кейбіреулерден ұмытып қаламыз өзіміз. Неге десең, енді қазір осы пандемиядан кейін кішкене атты азайтып қосып, енді қосып жүр. Оның алдында оған дейін енді жас болдық па, шаршамадық. Қай жерде бәйге бар, сол жерден қалмай, бір жерде облыста 3 жерде бәйге болса, 3 жерге де барып сөйтіп жүретін едік. Қазір жылдан жылға ат бәйгелер де көбейіп жатыр, ортамыз үлкейіп жатыр, тобымыз үлкейіп жатыр. Қазір бұрындары ат ұстаушы адамдар аз еді, қазір осы біздің жақта да осы батыс өңірінде кәдімгі жұма сайын бәйге болады десем шатаспаймыз. Бұрын болмай Қызылорда, Алматы сол жақтарға бәйге кететін едік. Енді қазір осы өзіміздің батыстың өзінде де жұма сайын бір бәйге болып тұрады, әйтеуір табылып тұрады. Әр ат бегінің өзінің бір бәйге барысында, бәйге баратын кезде бір ырым-тыйымдары болып тұрады. Сізде қандай ырым бар? Енді бұрын ырымдап көрдік, енді осы күні ондай ырым істемейміз, бұйырғаны болады. Алланың көзі болсын, жүре береміз енді қай жаққа барсақ та. Қандай ырымдарыңыз болды бұрын? Бұрындар енді ырымдағанда қалай болады? Ат каниловска мінбей атса ырымдап қаламыз, бірдеңе сезіп тұр болады. Аяғына бірдеңе болып қалмас па екен, неге тартынып жатыр деген сияқты ырымдап. Апармай қояқшы дегенде талай болып қалып қойған кезіміз болды. Өзі сезіп тұрған шығар атты. Сондай ырымдар ғой енді. Қазақ боласың, ырымдай бересің ғой. Бала өтіп кетсе де алдынан әйел адам өтіп кетсе де ырымдап атамыз, жолын әйел адам кесіп кетті деп. Ондай менің осы барысында айтайын, мен Бүркіт деген өзімнің қостанайлық, қарағандылық құрдасым, менде бапкер болып жұмыс істеді. Екеуміз бір ай жарым ішінде 11 автокөлік отқанбыз. Өте қатты ырымшыл еді ол. Жолда келе жатып, әйел адам кесіп кетсе, күтіп отыратын едік автокөлікте. Келесі ер адам өткенше жолда тоқтап, я болмаса өзі түсіп жүгіріп, әйел адамды сөйлесіп қайырып келетін еді. Былай өтесіз бе, біз өтіп кетейік ары қарай жолға деп. Сондай қызықтар болатын бұрындары. Жас кезімізде. Одан тағы бір ырымдарыңыз болды, есіңізге түсіріп жүрейін. Мәшиненің бұзылуын қалайтынсыздар, Тек қана Ақжайық дейтін менің бір атым болған, сүйікті, жақсы көретін атым. Сол Ақжайық бәйге оратса, міндетті түрде автокөлікті бұзылатын еді. Автокөлік бұзылса, отамызда өзіміз содан кейін ырымдап кеттік. Бұзылмаған жағдайда қолдан бұзатын едік, өйтпей тоқташы деп. Бірдеңе қылып әйтеуір бұзып, солай апаратын едік бәйге барған кезде. Сондай ырымдайтын едік. Оның басында қызық болды, бәйге батыр, бір бәйге батып қалып түсіп. Ертең обедте шабамыз, бәйге болайын деп жатыр. Тұрып, енді не істейміз, ат сүрілмейді үстіне, КамАЗдың үстінде.
содан трактор әкеліп сүйреп шығарып бәйге барғанда бәйге басталып үлгеріп қосып бірінші келген, содан кейін сол ырым болды. Машина батса да далада қалса да ат шауып тұр ғой деп. Значит, бұған сол жағатын болып тұрған үстінде демалып алды деп. Сөйтіп бір әзілдеп, содан әзілдің арты ырымға айналып кетті ғой сол. Жақсы, енді өзіңіз жалпы 100-дің үстіне машина ауыттыңыз, осы бүкіл Қазақстанға атыңыз шықты. Мен білмейтін бір сұрақ бар. Оңтүстікке барып шаптыңыз ба? Оңтүстікке барып шаптым. Алматыда бәйге барып ат қостым, Таразға барып та ат қостым, Көкбастауға да барып қостым. Иә, жүлдесі қалғаным жоқ қай жерге барғанда. Көкбастаудан да пин-код дейтін атым қазақ хандығының 500 жылдығында 2 келіп Нива автокөлігіне ұттым, мен білетінім. Таразда бір атбегілер кубогы деп Тараздың Ақыртөбе дейтін жерде бәйге болып, сол жерге барып Ақтас деген атым Аламаннан 40 шақырымнан 3-ші келді. Одан кейін Қызылордада үлкен республикалық фестивальда Аламаннан 1-ші келді атымыз. Осы оңтүстікке сол барғандар Астана, Павлодарға да барып, Қазақстанның қай жерінде бәйге бар, бәріне барып шаптым ғой. Тек бармаған жеріміз Семей мен Өскемен алыс болғанша, сол басқасының бәріне бардық, сол Қазақстанның түкпір-түкпіріне ат қосып. Енді тағы бір асын сызып айтатын дүние бар. Ағамыз тек қана Қазақстан емес, оның сыртында көрші Ресейге де барып ат қосып, Ресейден автокөлік отқан Қазақстандағы бірегей атбегі деп айта аламыз. Солай ғой аға? Иә, Ресейден бір емес 5 автокөлік өттім, 5 или 6 автокөлік өттім ау деймін өзім бәйгеден. Ол жақта да біздікіндей бәйге бар, иә? Иә, Аламан бәйге бар, үлкен Аламан бәйге. Ол жақта кәдімгі тек Ресей болғанмен соны көбіне шабатын сол өзіміздің қалмақтармен, тау халқы ғой. Иә, қарашайлары бар, кабардиндер бар, иә? Түркмендер бар ол жақта. Ноғайлар бар. Ол жақта да кәдімгі ұлы Аламан енді 30-дан жоғары болмайды енді. Сол 30-31 километрге дейін шаптық ол жақта да бәйгелер. Көбіне 20-21 шақырым ол жақтан Аламан бәйгелер. Енді атбегілердің өзіне бір жақын аты болады ғой. Осы 20 жылға жуықтады. Өзіңізге ең жақыны қайсысы? Енді жаңа пин-кодты айтып атсыз, Ақжайық ат жүйрігіңіз болды. Тағы 3-ші атыңыздың атын ұмытып тұрмын, көп машина отқан. Солардың арасындағы қайсысы өзіңізге жақын, қайсысын қатты жақсы көрдіңіз? Енді ол бәрінде жақсы, бірақ енді ішінде ерекшесі Ақжайық болды ғой. Ерекшесі Ақжайық болды. Браслетте болды, менде бриллиант деген ат болды. Браслет, джекпот, пин-код деген аттар болды. Бәрі де автокөлік өтті. Ақорда деген ат болды. Бірақ енді соның ішінде өзіме жақыны Ақжайық болды. Өзіме жақын Ақжайық болды. Снайпер дегенде жақсы көретін едім, ол тұлпарымды да көп. Енді снайперде қазір енді айғыр болып Ресей мемлекетінде жүр. Өзімнің енді бұйырса соның құлындары шаба ма деген үміттеміз. Атаман деген ерекше ат. Кім қойды Атаман деп атын? Ал енді осының атын Атаман деп, сол іштегі осы балдар қойған шығар, мен шыны керек өзім білмейді екенмін атын. Атаман деп айтылып кетті. Мен өзім атқа ат қоя бермеймін, іште балдар өздері қойып алады, келсем мынаның аты мынандай екен де, соны айтып кетеді, ары қарай айтылып. Автокөлікті көп оттыңыз. Әлбір атбегінің бір арманы болады ғой іште жатқан. Сіздің арманыңыз қандай? Не отқыңыз келеді? Мен енді ол ондай қатты автокөлік өту, бір үй өту, ондай не жоқ. Просто абыройдан айырылмасақ екен деп армандаймыз, тек абыройлы болсақ екен деп армандаймыз, атымыз аман болса екен деп армандаймыз, баламыз аман, бәйгеден тек бәйге балдарымыз, атымыз, жан-жағымыз аман болса екен деп тілейміз. Ол спорт қой, ол тек мен ұта беру міндет емес, ол дейтін. Кім-кімнің де бәрі де ұтылам деп ешкім ат дайындамайды, бәрі де ұтқысы келеді. Енді бұл спорт болған соң бірде ұтыласың, бірде ұтасың. Ол тек қызық қой, қалай айтсам болады, хобби десең, қызық десең, осыған енді қанда бар қасиет. Қанда бар қасиет, осыған қалыптасып кеттік қой енді. Ойымыз осыда тұрады, ұйқыдан тұрсақ атты ойлап тұрамыз, жатсақ атты ойлап жатамыз. Сондай болып енді қалыптасып кетті. Жаман емес деп ойлаймын өзім оны. Ой, атта енді бұл да қазақтың ата-бабамыздан қалған мұра ғой. Енді көпшілік көрермен ойлауы мүмкін, осы уақытқа дейін 100-дің үстінде автокөлік өтіпті. Енді оны атбегілер біледі ғой. Оны дәлелдейтін бір дүниеңіз бар ма? Мысалға, кубоктарыңыз деген секілді, медальдарыңыз, грамоталарыңыз? Бар. Ондай дүниеміз бәрі де кубок, грамот неміз бар. Қазір іштен көрсетейін, бұл жерде өзімнің осы Ақтөбеге келгеннен кейін аттарға витамин, таға, тамақ,
әбзелдерін алу бұл жерде Ақтөбеде дүкендерде болмады. Сосын мен өзім атбегілерге осы пайдам дейсін деп дүкен ашқанмын. Сол дүкеннің ішіне жинап қойған, мотивация болсын, көрсін келген адамдар. Ол үйде бір бұрышта тұрғаннан жаңағыдай көпшілік келіп көретін жерде көрінсін деп сол дүкенге қойып қойғам сол заттарын. Келген адамдар көрсін, талпынсын, кішкене мотивация болсын, аттестауларына әрқайсысының деп. Сөйтіп апарып қойғам. Сол енді дүкенімде тұр оның бәрі. Рұқсат болса көрейік. Енді көрермендер кейбірі білсе, кейбірі білмейді. 36 шақырымда Бекет атаның асында дәл осы Toyota Hilux'ты атаман ұтып алған еді. Біз баратын жерге дәл осы автокөлікке мініп барсақ, бізге де жұғысты болсын деген ниет бар. Рұқсат. Жүріңіздер онда. Hilux'ке мінейік, жүріңіздер. Міне достар, Ақтөбе қаласындағы Нұртас ат әбзелдер дүкеніне келдік. Ағамыздың негізгі жиған терген жүлделердің барлығы міне біздің көз алдымызда жайнап тұр. Аға, айта беріңіз, оң жағыңызда арнайы кубоктар тұр. Енді 5-6-уына тоқталсаңыз, қай жерден ұтқан кубоктарыңыз және өзіңізге жақыны қайсысы? Енді бұл кубоктардың көбі осы азғантайы көбі ауылымызда, Бейнеуде, мына енді Ақтөбеге келіп, осыны көрсетіп, осы жерге қойып қойғам. Оның ішінде енді ең жақыны Ресей мемлекетінен алған кубогым. Қолыңызға ұстап көрсеңіз болады. Міне тұр ол енді ар жағынан. Біз құрметті көрермен, сөз барысында айттық. Ағамыз Ресейге барып ұтып келген деп. Міне 20 километр қателеспесем. 20 шақырым. Осы Ресейден мен Нұрсаттор деген атым болған, соның ұтқан кубогы осы. Ресей мемлекетінен. Калмыкиядан. Сосын мынау үлкен кубогымыз Ақтөбе облысы қаласының әкімінің кубогы. Қандай атпен ұттыңыз оны? Ақтөбе қаласы әкімінің кубогын шыны керек қай атымен өтті? Алау деген байталмен өткен екен. Алау деген байталмен өттім. Мінекілен кубоктардың әрқайсысы, әр кубоктың әр тарихы бар енді. Оны айта берсек, оны қазір. Енді тоқталатын болса, ол таңнан кешке дейін уақыт жетпес. Енді Нұртас деп ат қойыпсыз дүкендеріңізге. Балаңыз ба Нұртас? Нұртас менің немерем. Немеремнің аты. Алғашқы немерем болған соң, сол дүние келген кезде осы дүкенді мен де ашып бастап жатыр едім. Содан атын Нұртас деп қойып, арандап сонымен жайлап жұмысымызды бастап жасап жатырмыз. Енді тағы айтылып өтсек артық болмайды. Осы келген жалпы атқа құмар азаматтарға бір жалпы ой қозғасын, жалпы жігер берсін деген ниетпен міне ағамыз барлық сертификаттарды іліп қойған екен. Көпшілігі міне 2-ші орын, 1-ші орын, автокөлік, міне барлығы осы жерде жайнап тұр. Енді осыларға бір тоқталып өтсеңіз болады аға. Осы Ақтөбеде өзіміздің сертификаттарымыз, осы бәйгіден бұрындары бұл сертификат дейтін зат берілмейтін еді. Басында жоқ, енді арт жағынан сертификат дейтін зат шығып, дүние шығып осындай қылып қойып жатырмыз. Енді Жамбылда кубок сияқты, кубок берген жерде сертификат болады. Бұның бәрін мына жерге жауып тастай алмаймыз. Барымызды іліп қойдық, енді анықта ілінбей тұрғандары қаншама әлі. Енді дүкенге келген адамдар көрсін, жастар жағы мотивация болсын деп осы аттестауға жігерленсін деген мақсатпен осында қойып қойдық. Шаң-шаң болып қорада ілулі тұрғаннан осы жерде тұрсын деген ойымыз болды осы. Елдің алдында жарқырап тұрсын деп көрініп. Бір ерекше сертификат бар ма аға? Айтатын. Осыдан бірнеше жыл бұрын ұтқан, болмаса бір естелік тарихы бар. Бұл енді бұл жерде не сертификаттардың бұл кезде сертификат болған жоқ дедім ғой бұрын басымызда бұрын. Енді қазір мен өзімде соңғы ұтқан Чанган автокөлігі осы 24-ші жыл ұтқанбыз. Снайпер деген тұлпарым болды дедім ғой. Сол снайпердің ұтқан жүлдесі осы. Өзімнің Нысанбек дейтін бауырым дайындап осы снайпермен осыны ұттық. Осы автокөлікті, осы сертификатты. Мен білетінім осы жерде көріп тұрған. Снайпер деген ерекше ат екен. Көп сертификаттарымыз Бейнеуде ауылда қалып қойды негізі. Жақсы. Енді байқап тұрмыз. Төбе жақтары бос тұр екен. Алдағы уақытта ол жаққа да енді жақсы көлемді бір сертификаттар ілінсін деген тілек айтамыз. Амин, айтқаныңыз келсін. Енді дүкеніңізбен таныстырыңыз. Бұл енді келіп тұрмыз, көріп кетейік. Не сатып жатсыздар, атқа қажет не бар?
бұл кілең атқа не керек бәрі бар. Аттың жабдықтары да, мысалға бәйгі баланың да жабдықтары. В общем, атқа не керек бәрі бар. Мысалы тағадан бастап түгіл шегесіне дейін, киіміне дейін, мына түгіл витаминдері аттарға берілетін. Айран XL. Атқа беретін осы түгел витамин не керек, тұяққа керек па, буынға керек па, тізеге керек па, аяққа керек, сіңірге керек па, мына тағалайтын құралдар. Кілең, в общем, атқа не керек, соның бәрі бар. Адамға не керек болса, атқа да бәрі керек, дәл сондай. Шыны керек, адамға аттың расходы адамнан да көп болады негізі. Ол енді ол тілсіз жануар ғой, мына жерін айтады, бірақ осының бәрі керек болған соң, әкеліп өзіміз пайдаланамыз, осы пайдаланғанымызда елге пайда істейсін деп сатамыз осыны әкеліп елге. Өзіміздің. Тетра спрей. Бас киемін. Көкпарында дүниелер бар екен, Көкпарында дүниелер бар. Көкпардың бас киімдері, тізеге тағатын дүниелері. Мынау жүгендер, ноқталар, ер тоқымдар кілең. Осы ер тоқымның түр-түрі бар екен аға. Мына ер тоқым қай жақтан келген ер тоқым? Бұл тоқыммен бірге екен. Бұл негізі Қырғыздан келген саяхат ер тоқым деп айтылады бұны. Бұны мына несінен ұстайтын жері болған шығады ойлаймын, саяхатқа шығады. Жаңада үйреншікті адамдарға мінуге шығады ойлаймын. Құрандерде бар екен, орыс ерде бар екен. Бізде де жалпы жұмысқа мінетін еріміз основной. Бұрын орыс ермен мінетін едік, енді қазіргі күні мынандай спорт ермен мініп жүрміз ғой, аттың иығын баспайды деп. Міне мынау спорттық ер деп аталады. Көбелек деп айтасақ та болады. Міне көбелек секілді, өзінің пішіні жеңіл, аттың иығына салмақ салмайды. Енді Еуропа елдерінде, жалпы Құрама Штаттарда енді үшкір бәйгеге осы сынды ерлер салынады. Енді дәл бұндай деп айта алмаймыз. Осыған ұқсас деп айтамыз. Осындай ерлер көбелек салады міне. Жеңіл болады ма? Тоқымның түр-түрі бар екен. Қорғаныш дүниелері бар екен. Көрсетіп қойсаңыздар болады. Бәйге шабатын балаларға. Неше түрлі түрі бар екен. Корсет, каска басына киетін. Қазіргі талапқа сай осындай болды осы соңғы ережелерде. Міндетті түрде осындай болмаса болмайды деп. Қараңыздаршы. Өте ыңғайлы екен. Бұл тайға салатын ер ғой, үйреншікті балдарға тартпасымен несімен. Алдына кетіп қалмасқа. Сырғып кетпес үшін. Дәл осылай. Бұл қаяқта тігіледі аға? Бұл Қытайда, мен бұны өзім Құлжа қаласынан тіктірттім осыны. Арнайы тіктірдіңіз ба? Арнайы тіктірттім ерге осыны. Балаларға, тайға мінгенге өте ыңғайлы. Мынау қазақтың ырымы көз тимесін деген бойтұмарлар аттардың. Ноқта, тұз бәрі бар екен. Өте жақсы дүкен екен. Енді өзіңіз айтқандай ішінде расымен де барлық дүние бар екен. Енді ақтөбеліктер осы жерге келіп алып тұратын шығар. Иә, ақтөбеліктер осы Батыс Қазақстанның осы айналасы, осы жағымыз Қостанай жағы осы бізден осы заказбен, интернетпен заказ беріп алдырып отырады. Орыстар келіп алады. Ресей мемлекеті шекаралас бұл, орыстар келеді. Соларға да жақсы болып тұр. Олар да өздеріне керекті ат жабдықтарын осы келіп алып тұрады өздері де осы жерден. Енді кей кезде атты жаңадан ұстап аттың азаматтар келеді ғой. Өздеріңіз түсіндіресіздер ме? Әрине, бәрін түсіндіріп, ол енді алады дегенге ала беруге болмайды ғой. Әр заттың өзінің нұсқамасымен қалай беру керек, қалай салу керек, витаминдері бар. Міне уколдар тұр, қалай салу керек бұл жағында. Кілең оның бәрін түсіндіріп айтамыз, қалай не істеу керек екенін бәріне түгел нұсқамасы бойынша. Түсіндіріп барып берілетін нәрсе ғой. Ол енді алған соң пайда істейсін дейміз ғой өзімізді, сол алған адамымызға, тұтынушыларымызға. Енді аға жетістіктеріңіз көп. Кубокқа көзім түсіп, мынандай сұрақ ойыма келіп тұр. Жалпы дәл осындай бәйгеде жетістікке жету үшін не істеу керек? Сіз сияқты болу үшін атбегілер қандай қадамға бару керек? Енді өзіңіз айттыңыз, 20 жыл бұрын ат ұстадым деп. Ат ұстау оңай емес, жетістікке жету де оңай емес. Соның бір сырыңыз болса бөлісіп қойсаңыз. Енді ол, мен өзім ойлаймын, таза еңбектің арқасы, еңбектену керек. Ешқандай бір затынан қашпай жасалу керек, дүниесіне атқа бәрінде жасау керек. Команданың дұрыс болу керек бұл жерде. Ең бірінші ат ұстап жетістікке жету үшін команданың жақсы сайлы, кәдімгі өзіңе сенімді команда болу керек. Бапкерің дұрыс болу керек. Жандос сияқты бапкерің болу керек. Сосын өзіміздің Алтынбек, өзімнің бауырым Нысанбек, сол сенімді өзімнің командам балдарым атыма мінеді, уақытында қарайды, уақытында режимнен кетпейді ешқандай. Режиммен жұмыс істеледі бәрі. Режиммен жүрген соң ол уже аттарда результатын береді өзінің, менің ойымша. Ол жерде бірінші
қажырлы еңбектің арқасы, сол команданың арқасы деп ойлаймын өзім. Жетістікке жету. Әйтпесе мен жалғыз өзім барып ана қораға барып ешқандай ол аты шығарып алып шауып бәйге ала бермейсің ғой. Ол жерде түгел команда жұмыс жасау керек ол жерде. Иә, еңбек керек, тұрақтылық керек. Тұрақтылық керек, еңбек керек ол жерде. Одан жігер керек, иә? Жігер, міндетті түрде жігер керек. Намыс керек ол жерде. Отам деген жігер болу керек адамда. Одан кейін атты жақсы таңдау керек, жақсылап дайындау керек. Ол сірә ол. Көрінген атта келіп ешкім біреулер айтады, мына қаны мықты деп, ол қаны мықты болғанмен оның мүшесі келмесе қайдан шабады? Сондықтан жақсы атты таңдап алу керек бірінші шабатын атты. Сосын соған жұмыс жасау керек, сол атқа ары қарай бәйге туыны соған бағыт бағдар беріп жолын жасау керек аттың. Қалай таңдап жүрсіз аттарды? Аттарды енді мүшесіне қарап таңдаймыз. Мүшесі қандай болу керек? Мүшесі енді мен өзім әуелден аталғанда бойы аласасын жақсы көремін аттың аламанға бару үшін. Қабырғалы болғанын жақсы көреміз. Шоқтығы биік, басы кәдімгі оймақтай болған кішкентай. Солай аттың аяқтары түзу болғанын жақсы көреміз. Құлбақайы қысқа болғанын жақсы көреміз. Енді Абай Құнанбаевтың сынында айтады ғой, сол шоқпарда кекілі бар қамыс құлақ деп. Қамыс құлағын іздеп, сол сында не бар? Бұрын енді ата-бабамыздан көрген нәрсеміз ғой, сол сын бойынша таңдаймыз атымызды өзіміз. Енді қазір сырттан ата келіп атқандар көп қой. Кейбіреулер деп айтайықшы ұрынып қалады, келген соң шаппай қалады, ескі жарақаттары шығып жатады. Ондай жағдайға тап болдыңыз ба? Ондай жағдайдан шығу үшін қалай таңдау керек? Енді ол ондай жағдайға әрине тап боласың, ол алып келген атың бәрі шаба беретін болса, ол онда кәдімгі мықты бәрін ұта бересің ғой. Ол болмайды, ол бағаңа қарай ол келген аттар кейбіреуі сынау келгенмен, мүшесі келгенмен аржанда табиғаты денсаулығы келмейді, мысалы көбінің. Ол енді маңдайға бұйырғаны болады, ол жерде 10 атап келсең, оның 5-6 жүгіреді, 5-6 жүгірмеуі мүмкін. Сондай зат та ол. Тексеріп аласыз ба деген сұрақ қой менікі. Міндетті түрде тексеріп алынады. Ол атты алғаннан кейін шауып көріп, бәйгеден көріп алып көбіне, шапқанын көріп. Келгеннен кейін біреулер табиғатқа байланысты шаппай қала қояды, кейбіреулер шауып кете қояды, қайта. Келгеннен кейін мына жердің табиғатына тіпті қуанып, ерекше болып кетеді. Ресейден де күшті болып шабатын аттар болады мына жерге келгенде, өзінің одан да күшті результат көрсететін. Сол себептен бұйырған бақ кетпейді дейсіз ғой. Иә, бұйырған бақ кетпейді. Жақсы, көп рахмет. Аға, көрдік, білдік, таныдық аттарыңызды. Енді осындай жалпы жетістіктеріңіз көп болсын. Қазақтың осы ұлттық өнерін әрдайым биікте ұстап жүре беріңіз. Енді ұжымыңыздағы ауызбіршілік ажырамасын. Амин. Осы сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, бірліктің арқасында биікке жетіп отырмыз деп. Сол биіктен түспеңіздер. Амин, айтқандарыңыз келдіңіз. Келіп жатсыздар. Бүгін мен дүкеніме келіп жатыр екенсіздер, енді қазақты жаңағы ырымшыл дейміз ғой. Сізде жүлделі болдыңыз деп, мына жерде бір дүкенімнен бір ат шабуды сізге сыйға тартқым келіп тұр. Мына бір дүкеніміздегі бір жақсы әдемі жабуымыздың бірі еді. Осы жабуды сіздің атыңызда 100 автокөлік өтсін, сізге осындай жабу сыйлайын. Міне, құрметті көрермен, Қобылан ағамыздың қолынан ерекше сыйлық алып жатырмыз, ат жабу алып жатырмыз. Енді ырымшыл халықпыз ғой. Бізде ат дайындап жатырық, аттарымыз осы бәйгенің алды болсын, абыройымызды көтерсін. Көп рахмет ниетіңізге. Жақсы. Сізге де бар жақсылықты тілейміз. Аман жүріңіздер. Осындай бәйге спортын, жалпы ұлттық спортын насихаттап, жан-жақты насихаттап жатсыз. Осы беттен қайтпаңыз. Амин. Тек қана сізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, көрдіңіздер, Ақтөбеге кеп олжал болып қайтып бара жатырмыз. Алдағы уақытта Қобылан ағамыздың жүйріктерін бәйге алаңынан көресіздер. Атаманды шығады бұйырса, Бесқоспа да шығады. Сол уақытта біз осы Қобылан ағамыздың аттарына жанкүйер болып, аламанның алды болуын тілейміз. Осымен біздің бағдарламамыз тәмам, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше дейміз. Аман болыңыздар.